Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода восточный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирог өте оңай жасалады және керемет дәмді болып шығады. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Пирогқа қажетті заттар: ұнымызды електен өткізіп алдық. Бір жұмыртқа, разрыхитель, сары май және қант қажет болады. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосып бір араластырып аламыз. Үстінен сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен сары майымызбен ұнымызды араластырып үгітіп алатын боламыз. Осылай мінекей үгітіп алдық. Сары майды сапалысы жақсынан алған дұрыс. Енді осы массамыздың үстінен біз қантымызды салып, қантымызды да қосып, бір араластырып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды қосып, біз үгілмелі қамыр жасайтын боламыз. Осылай міне басын біріктіріп, біз үгілмелі қамыр жасап алдық. Енді осы қамырымыздың үстін жауып, біз тоңазытқышқа бір жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Енді біз салмасын жасайтын боламыз. Салмасы үшін өрік алдым, сухофрукты, сгущенный молоко, грек жаңғағы және кішміш қажет болады. Біз сухофруктларымыздың бәрін жуып алдық және де осылай ұсақтап турайтын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша үйдегі бар сухофруктыны немесе әртүрлі жаңғақтарды қосып жасасаңыздар болады. Біз кішмішімізді ортасынан бір бөліп қосамыз. Бір бөліп қоссаңыздар өте керемет дәмді және әдемі көрінетін болады. Осы кішміштің орнына қара өрік қоссаңыздар да болады. Осылай мінекей майдалап мен турап алдым. Енді осы жаңғақтарымызды да ұсақтап пышағымның көмегімен кішкене үгітіп алатын боламын. Осылай мінекей майдалап алдым. Енді тоңазытқышта тұрған біздің үгілмелі қамырымызды формамыздың ортасына қойып, қолымыздың көмегімен жайғастыратын боламыз. Біз қамырымызды жаймаймыз, жайсаңыздар кішкене қамырларыңыз ауысып қалатын болады. Осылай қолыңыздың көмегімен формамызға жайғастыратын болсақ, біздің қамырымыз ауыспай керемет болып жайғасатын болады. Біз формамызға осылай жайғастырып алдық. Енді шанышқының көмегімен біз қамырымызды түйреп шығатын боламыз. Осы қамырымыздың үстінен енді біз сухофруктларымызды осылай жайғастырамыз. Кішкене қолымызбен жайып, осылай жайғастырамыз. Бәрін осылай видеода көрсетілгендей үстінен салып шығатын боламыз. Салмасын жақсылап жайғастырып алған салмамыздың үстінен біз сгущенный молокомызды құятын боламыз. Сгущенный молоконы жақсы сапалысынан, табиғиынан таңдағаныңыз дұрыс. Бұл пирогқа табиғи сгущенка жақсы үйлесетін болады. Осылай мінекей жайғастырып алдық. Енді қамырымыздың шет-шетін саусақтарымыздың көмегімен кішкене әдемілеп басып шығатын боламыз. Қысып тұрған пешімізді 180 градуста 30-35 минуттай қойып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің пирогтарымыз осымен дайын. Суытып барып кесетін боламыз.
жасап көріңіздер, астарың дәмді болсын.